Жамбыл облысы Шу ауданы Бірлік ауылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Машахай Гүлмира Қосшығұлқызы. Сәлематсыңдар ма балалар? Менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Сыныбы 1, пәнім математика, бөлімі күнделікті өмірдегі есептеулер, тақырыбы ақша, теңге. Оқу мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге тиындарымен түрлі операцияларды орындау. Амалдардың таңдауын негіздеу және қосуға, азайтуға қатысты есептерді шешу әдісін түсіндіру. Бағалау критерийлері 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге тиындарын пайдалана отырып, әртүрлі төлем жасай алады. Амалдарды таңдауын негіздеу және қосуға, азайтуға қатысты есепті шеше алады. Ал енді балалар, теңге туралы бейнефильмді тамашалайық. Балалар, бүгінгі көрген бейне фильм арқылы теңге, монеталар туралы тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Берілген монеталардың құнын салыстырамыз және оның таңбасын тиісті қойып шығамыз. Яғни балалар 10 теңге, 5 теңгені салыстырамыз. 2, 1 теңгемен және 20, 10 теңгенің салыстыра отырып, оларға артық, кем, тең таңбаларын қоямыз. Және орындалған тапсырманы арқылы мен дескриптормен бағалап отырам балалар. 2 монетаның құнын салыстырды, бірнеше монеталар жиынтығының құнын салыстырды. Балалар, тапсырманы дәптерге орындаймыз. Екінші тапсырма. Берілген соманы 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгелік монеталарды қолданып, әртүрлі тәсілмен жинаймыз. Яғни балалар 21 теңге болатын болса, оны 20 теңге және 1 теңгенің қосындысы арқылы, яғни табамыз. Осылай келесі тапсырманы жалғастырамыз. Балалар, тапсырманы дәптерге орындаймыз. Бағалау дескриптор арқылы жүріп отырады. Құны әртүрлі монеталарды қолдана отырып, қажетті соманы түрлі тәсілмен жинақтады. Келесі үшінші тапсырма. Балалар, сұрақтарға жауап ойланамыз. Балмұздақ сусынынан неше теңгеге арзан, сусын балмұздақтан неше теңгеге қымбат? Осы тапсырманы орындай отырып, балалар, дескриптор арқылы бағалаймын, мысалдарды келтіріп дәлелдеді, қорытынды жасады. Балалар, тапсырманы дәптерге орындаймыз. Енді балалар, тапсырмаларды аяқталғаннан кейін үйге тапсырма беремін. Теңгелік монеталарды пайдаланып, қосу, азайту амалдарына өрнек құрастырып, тапсырманы дәптерге орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, қош сау болыңдар.